осы сияқты баланы өзінің қалаған мамандығына оқыту керек. иә. Енді өнер жолы ауыр жол деп айтып жатамыз. Бұл да оңай емес. Әр мамандықтың өзіне жараса қиыншылығы да бар, өзіне жараса қызықшылығы да бар. Кейінгі ұрпаққа оқыңыздар деп айтып Мгм. жүреміз. Кітап деген берген білімнен ақы сұрамайтын бір ақ дүние. Қайырлы күн, құрметті көрермен. Сіздермен Әселямен бірге подкастында Түркістан облысы Шардара аудандық мәдениет сарайының жастармен жұмыс бөлімінің меңгерушісі Бегманов Сәкен Тұрғанбайұлы. Сізбен жүздескеніме қуаныштымын, Сәкен мырза. Ең алдымен өзіңізді қысқаша таныстыра кетсеңіз. Мгм. Мен Бегманов Сәкен Тұрғанбайұлы, осы Түркістан облысы Шардара ауданында 1974 жылы туылып, содан соң мектеп бітіріп, жоғарғы мәдениет саласында, содан соң мынау жоғарғы оқу орнын бітіріп, содан кейінгі кезде осы елге келіп, осы ауданымызда мәдениет саласында қызмет атқарып келе жатырмын. Енді жастайымыздан осы өнерге ғашық болдық. Осы қойшы ауылда өстік. Әкеміз осы мал шаруашылығы, оның ішінде анығырақ айтсақ, осы қой шаруашылығының өркендеуіне үлкен үлес қосып, аға шопан болды. Шардара ауданының Шардара совхозы, соның 3-ші фермасы Беймырза деген елді мекенде жастық шағымыздың барлығы сол жерде өтті. Сонда енді әуелі осы өнерге келуімізге бірден бір себеп осы әкеміздің осы шаруашылықта болғанының бірден бір себебі деп ойлаймын. Өйткені енді қызылдың қыдырарлаған қызылқұм деп айтады бізде. Ұшқан құс, жүгірген аң. Енді ол уақытта сол біздің енді өскен ортамыздың барлығы сол домбыра тартуға бейім болды. Содан кейін енді қазақта өзі қан деген дүние бар. Әкенің қанымен, ананың сүтімен келетін бір дүние. Біздің енді бабамызда осындай бір бойында сондай қасиет болған екен. Ақындық қасиет. Енді әкемізде де солай болды. Содан кейін енді менің бір нағашы жұртым өнердің құралақан жандар емес. Солардан келген дүние болуы мүмкін. Енді екі жақты. Жалпы осы жастайымыздан ол кезде қойшы ауылда тұрамыз. Әкеміз домбыра сатып әпереді. Үйімізден домбыра үзілмейтін. Соны әуелі оның бір үлкен өнер екенін түсінбедік. Кейін бертін келе сол оның бір қасиетті аспап екенін ұғынып, сол көргенімізді ол кезде жаңағы елдің той думалағы бар, басқасы бар. Сонда жаңағы алдымыздағы үлкен ағаларымыз, аталарымызды көріп, осы өнер саласындағы азаматтарды көріп, шіркін-ай, осындай болсақ екен деп талпынып, адамның өзі өнер деген өзі бір еліктеуден, сондайдан тұрады. Сол жаттап алып, айтып көріп, домбыраға салып, солай енді өнерге келдік. Жалпы өнерге келуіміздің басты қалай келдіңіз деген сұраққа. Иә. Енді осы салада жұмыс істеп жүргеніңізге қанша жыл болды? Енді қазір енді осы салада жұмыс атқарып келе жатқаныма бір 20 жылдың көлемі болды. Қазіргі менің жасап жатқан жұмысым осы жанр көп қой енді. Дәстүрлі ән деп жатамыз, эстрадалық ән деп жатамыз. Бұл енді термешілік, жыраулық, жыршылық дәстүр деген бар. Термешілік дегеннің өзі атының өзі айтып тұр ғой жаңағы. Теріп айту. Бұл енді синкреттік өнер. Бұл енді бабадан келе жатқан асыл сөздер деп айтуға болады. Сөздің маржаны деп айтуға болады. Үлкен сөз өнері деп айтуға болады. Өйткені терменің өзінде үлкен өсиет жатыр. Жалпы осы барлық философиялық ой толғамдардың барлығы осы терменің бір бойына жинақталған деп айтуға болады. Өйткені үлкенді құрметтеу, үлкенге құрмет, кішіге ізет, ата-ананы қадірлеу. Содан соң мынау жан бар жерде қаза бар, өмір мен өлімнің арасында үлкен сондай кісінің ақысын жемеу керек.
жалпы осының барлығы терменің ішінде айтылады. Адамзат баласы үшін үлкен тәрбиенің құралы деп айтуға болады. Үлкен насихат, үлкен өсиет. Осы жолда қызмет атқарып келе жатырмыз. Мен енді осы алдымыздағы үлкен ағаларымыздан үйрендік. Енді осы біздің жалпы айтқанда бүкіл Қазақстан демей-ақ қояйық, осы оңтүстіктің өзінде бір Майлықожа ақынның өзі артында мол мұра қалдырған. Кешегі өткен мысалы қарасаңыз, дін мен дәстүрдің сабақтастығы, ескіліктің сарын деп айтылады. Бірақ дегенмен сол ескінің есті сөздерін кейінгі ұрпаққа жеткізу терменің жалпы құрылымы солай болып келеді. Жыраулық, жыршылық дәстүр барлығы енді осы қамтып алып келе жатырмыз. Енді менің репертуарымда Майлықожа, біздің осы оңтүстікті айтатын болсақ, кешегі өткен Қайт-Назыр Айтбен термелері. Ал енді осы терме саласында қазір көзі тірі осы мынау Ұзынат ауылында өмір сүріп келе жатыр. Қазір енді 76 жасқа келді. Қасқа Серікбаев деген ағамыз бар. Ол кісінің термелері репертуарымда кеңінен насихаттап жүрген жағдайым бар. Енді жалпы айта берсе көп. Бұл енді бұл өз алдына бір үлкен дәстүрдің жиынтығы деп айтуға болады. Ал бірақ енді әрбір уақыттарда өзі бір осындай бір уақыттар болып жатады. Бірақ қазір терменің тыңдарманы аз деп айтуға болады. Өйткені сондай бір уақыттар келіп жатыр, ғылым мен технологияның дамыған заманы. Сондай өзі жаһандану дәуірі деп жатырмыз. Мүмкін келешекте қайтадан осы жолға келетін шығармыз деген үмітіміз бар. Терме ұмытылмау керек. Бұны енді жастардың алдында айтып жүрміз, көрсетіп жүрміз. Айтыңыздар, жаттаңыздар, осы жолды жалғаңыздар деп үнемі айтып жүреміз. Енді соңымыздан келе жатқан шәкірттеріміз де жоқ деп айтуға болмайды. Бар. Жақсы осы термешілікті, жыраулықты, жыршылықты жалғастырып келе жатқан балдары бар. Әлі де болса дамытамыз деген үміттеміз. Содан кейінгі қазіргі менің енді жұмысым осы Шардара аудандық мәдениет сарайы жастармен жұмыс бөлімінің меңгерушісі болып қызмет атқарамын. Жастармен тығыз жұмыстамыз. Бізден түрлі байқаулар болып жатады. Сол байқауларға жастарды тәрбиелеп, жол көрсету, соларды сол байқауға қатыстыру, білмегенін үйрету, кішкене бір өнерге бағыттап, бір жолға салып жіберу. Енді осы бағытта жұмыс жасап жатырмыз. Керемет. Ал енді осы термешілік қасиет, термешілік қабілет, домбырада ойнау қанда бола ма? Әлде оны жүре бір темпке салып меңгеріп кетуге бола ма? Енді мен жаңа айтып өттім ғой өз сөзімнің басында. Біздің енді бабамыз да болған екен. Әкеміз де домбыра шертетін. Нағашы жұртында да сондай жақсы өнер адамдары болды. Термешілер, жалпы осы өнер саласында қызмет атқарған ақындар. Соның да бір септігі болған болу керек. Одан кейінгі мен енді өзім ойлаймын, егер де мен қалада туылып, қалада өссем, мен бұл салаға келмес едім-ау дегенде бір өзімде ой болады. Неге деген кезде адамның өскен ортасы оның да бір әсері болады деген ойдамын. Өйткені жаңа айттық қой, енді біз қойшы ауыл, шопанның баласы болдық. Шаруашылық, сол қой бақтық, қозы бақтық дегендей. Сол кезде бір мынау далаға қарап тұрып, еркін қазақтың кең даласында айғайлап өлең айтып, ән айтып, терме айтып дегендей, осындай бір ауылда өстік. Осы Қызылдың құмының ауылдың да бір әсері болды деп ойлаймын. Бұл салаға келу. Енді қан дегенде дүние бар. Әкенің қаны, ананың сүтімен дариды деп жатады. Оған да, ал енді бірақ адам өзін қамшылайтын болса, егер шынымен сол өнерге қызығатын болса,
бойында бір кішкене талант болатын болса, ары қарай соны ұштастырып, оқып, ізденіп, шынымен қызығушылық болатын болса, енді жалғастырып кетуге болады деген ойдамын. Өйткені арғы тегінде жоқ адамнан ешнәрсе шықпайды деген сөз жоқ. Ондай азаматтар да ортамызда келе жатыр. Арғы тегінде ешқандай термешілік, жалпы болмаса бір өнер саласында қызмет еткен, ақын, жыршылықпен айналысқан адамдар болмаса да, өзі талпынып, ізденіп, еңбектеніп, шынымен қызығушылық танытса, жақсы термеші шығуға болады, шығаруға болады. Жақсы жаңағындай өнер адамы қалыптасады деген ойдамын. Ал енді осы терме шертуге, терме айтуға шабытты неден аласыз, және сол шабытты қалай шығарасыз? Енді тағы бір мәселе, енді әкемнің айтуы бойынша, сол есімді біліп қалған уақытында үйде домбыра болады екен. Қазақтың үйінің төрінен домбыра үзілмеген ғой енді. Сонда сол домбыраны тарта алмасам да талпынып, соны жаңағы сүйреп жүреді екенбіз. Сол енді домбыраны егер алып қоятын болса, жылап, соған ұмтылып, егер бермей қойса, жаңағындай бер деп айғайлап, сол енді сол мен ойлаймын, сол бала күнімнен, кішкентайымнан сол бір өнерге деген бір ұшқын болған шығар. Соны енді ары қарай содан басталған ғой енді. Сосын жаңағы ұстаздарды көрдік, алдыңғы толқын ағаларымызды көрдік. Жалпы осы өнер саласында келе жатқан азаматтардың барлығы мен ұстаз деп санаймын. Енді біздің осы өңірде Алашқа аты мәлім Ташман Жырау Шекеров деген атамыз көп септігі тиді. Сол кісінің термелерін жаттап, орындау шеберлігін, соның домбыраны қалай ұстау керек, қалай отыру керек деген сияқты мақамын алып, соны бір кішкене домбыраға салып, үйреніп, білмеген жерімізді сұрап кезінде болды. Шіркін-ай, осындай бір өнер адамы болсақ, өйстіп домбыра тартса қашан тартады екенбіз деген сияқты. Енді ол армандар орындалып, ертең келе қазақтың той домалағында бірге жүруді Алла нәсіп етті. Олай да болды. Жалпы осы үлкендердің, алдыңғы толқын ағалардың, аталарымыздың, жалпы осы ұстаздардың менің өнер жолында адам болып қалыптасуыма, термеші болып қалыптасуыма, өнер адамы болып қалыптасуыма үлкен септігі тиді деп ойлаймын. Көп көмектесті. Енді осы өнер жолына қалай келдіңіз? Ең бірінші жұмысқа тұрғанда қандай лауазымда болдыңыз? Қалай өстіңіз? Соны айта кетсеңіз. Мен осы өзі әкемнің негізгі арманы бір заң қызметкері болса деген бір ой болды мектеп қабырғасында жүргенде. Бірақ адамның өзінің жан қалауы болмаса, мен соны қаламадым. Өйткені заң қызметкері болсын деп заңгерлік оқуға апарды, бірақ мен жолым болмай түсе алмай қалдым. Ол уақыттарда сосын тарих факультетіне түстім мен. Оны бір 3 жыл оқыдым. Содан кейінгі жолда менде бір ғана ой болды, мен мұғалім болып қалып кетемін ба сонда. Тарихтан сабақ беріп, менің жан қалауым осы музыка болып тұрды. Көпті көрсем, ән айтқым келеді, терме айтқым келеді, жыр айтқым келеді. Осы жақ қарай көп бетбұрыс жасап тұрдым дағыны, қайтадан оқуымды өзгертіп, қайтадан осы музыка саласына құжат тапсырып, осы мамандықты алып шықтым. Және осы музыка, өнер, мәдениетке келгенде көп ата-ана балалардың осы мәдениетті таңдауға қарсы болып жатады ғой. Сондай ата-аналарға, балаларға қандай кеңес берер едіңіз? Енді былай, жаңа айтып отырмын, адамның жан қалауы, жүрек қалауы деген нәрсе бар. Баланы еш уақытта
өзіне өзінің қалаған мамандығына беру керек деп ойлаймын. Менің енді әркімде әрқалай пікір ғой, бірақ менің жеке пікірім. Бізде сосын бір жаңсақ пікір деп айтсам бола ма, жалпы өнер адамдары жеңілтек келеді деген сияқты, әртістің өмірі кішкене жеңіл өтеді, ол мамандық таңдама, одан да басқа мамандық таңда деген бір айтылып жатады. Ол өзіміздің, менің де басымнан өткен. Менің де әкем, ай, не қыласың, өнер, мәдениет деп, одан да бір белгілі бір мамандықтың иесі болыңдар деп айтып отыратын. Бірақ ол бәрібір адамның өзінің жүрек қалауы болмаса, жан дүниен қалап тұрмағаннан кейін қалай ол жұмыс істейсің? Сол айтқандай, менің жеке өзімнің пікірім, мен бала шағама да айтып отырамын, қайсы мамандықты өздерің қалайсыңдар, сол мамандықты оқыңдар. Міндетті түрде қатып қалған қағида жоқ. Міндетті түрде осы мамандықтың иесі бол деген дүние жоқ. Енді бір қызым заңгер, сол заңгерлікті қалады. Одан кейінгісі мұғалім қалады. Ол да қыз балаға жақсы мамандық деп ойлаймын. Ұстаздық деген. Енді қоғамға бәрі керек қой. Заңгер де керек шығар, шофер де керек, мұғалім де керек. Түрлі сала бізде. Экономист те керек, инженер де керек. Осы сияқты баланы өзінің қалаған мамандығына оқыту керек. Енді өнер жолы ауыр жол деп жатамыз. Бұл да оңай емес. Әр мамандықтың өзіне жараса қиыншылығы да бар, өзіне жараса қызықшылығы да бар. Сондай дүние. Енді өткен кеткеннің барлығын толғап біттік. Сіздің өзіңіздің болашаққа қандай мақсаттарыңыз бар? Осы өнер жолын ары қарай жалғастырасыз ба? Енді біреулер сұрап жатады, бала шағаңыздан, балдарыңыздан осы өнер саласына, осы сіздің жолыңызды қуған бар ма деп та. Бірақ мен өзім осы өнерге ішінде жүргенменен осы, бірақ солардың ешқайсының әнші болуын, болмаса жыршы термеші болуын, оны қалаған жоқпын. Мен айтып отырамын, өздерің мен не ұнайды, қай мамандықты қалайсыңдар, сол мамандыққа барыңдар. Белгілі қатып қалған қарайды. Енді жалпы солай. Енді мәдениеттің, өнердің адамы екенсіз, өзіңіз ішіңізден шыққан өлеңдерді шығару және оларды кітап баспасына басу туралы ойыңыз болды ма? Енді ой болғанда жақсы сөз жанның азығы дейді. Мен енді жақсы сөзге құмармын. Осы бұл енді былайша жаңағы мәдениет саласындағы жұмысымнан бөлек, менің елдің алдына шығып, қазір енді асабалық дейді ғой, асабалықта бір өнер. Осы жолда да жұмыс жасап келе жатырмын. О жолда да артымыздан еріп келе жатқан жақсы інілеріміз бар. Қазақ өз сөздің қадіріне жеткен ғой, сөз қадірін өз қадірім деп ұққан. Бір ғана сөзбен дау шешкен, сөзге тоқтаған, сондай халықпыз ғой қазақ деген. Сондықтан енді осы жолда атқарып келе жатқан жұмыстар көп. Біздің енді қартайып та жатқан жеріміз жоқ, бірақ дегенмен осы ұрпаққа жол көрсету, өнеге көрсету, шәкірт тәрбиелеу, шәкірт ұстаз тұл деп жатады ғой енді. Бағыт бағдар беріп, білген ақылымызды айтамыз, жол көрсетеміз. Айтатын ақылымыз, ізденіңіздер, оқыңыздар, барлық нәрсе оқу арқылы. Кітап оқу, бұл да менің бір жаңағы кітап құмардың біреуім. Әлі де оқысам деп тұрамын. Оқып та келе жатырмын. Кейінгі ұрпаққа оқыңыздар деп айтып жүрміз. Кітап деген берген біліміне ақы сұрамайтын бірақ дүние. Оқыған адамның жан сарайы, көңіл көкжиегі басқаша болады. Сөз сөйлеу мәнері қалыптасады адамның.
Енді осы жолда жастарға барынша білгенімізді үйретіп келе жатырмыз. Әлі де үйрете береміз. Аман болайық. Жақсылықтар бола берсін. Осымен біздің подкастымыз тәмам. Жақсылықта жүздескенше.